Assalamu alaikum арыздар айын халдарыңыз дәрігер жұмадан жарқынбек ұлы. Жүз түрлі шөп бүршік дегенде жүз түрлі ауру қозады деген сөз бар. Мағынасы көктем келе салысымен көне аурулардың қозатын мезгілі болып саналады. Сонымен қатар көктемде сыртқы ауа райының өзгерісі құбылмалы болғандықтан дене сапасы әлсіз адамдар үшін өте сондай назар аударуы тиісті болып табылады. Енді біз бүгін иншалла сол осы көктем маусымына байланысты әртүрлі көп қозатын аурулардың үй жағдайындағы тағамдық емдер туралы тоқтала кетпекпіз. Соның нәтижесінде тағамдық емдік нәтижесінде ағзаның жұмысын теңшеу арқылы денсаулықты сақтау мақсатына жетуге болады. Көктемде ыстық, әсіресе бауырдың ыстығы жоғары көтеріледі. Соның нәтижесінде адамда бас ауыру, бас айналу, ұйқы қашу, ұйқысыздық сияқты белгілер пайда болады. Енді бұл шығыс медицинасының тілімен айтқанда көктемде демнің жоғары көтеріліп баста ауру пайда қылады деген принцибіне сай келеді. Қазіргі медицинада да көктемдегі ауа райының өзгерісіне байланысты адамдардың қан қысымы көтеріліп, соның нәтижесінде бас ауыру, бас айналу, ұйқысыздық белгілерін тудырады. Енді осыған байланысты қандай бір азықтықтарды қолдану арқылы тағамдық ем жасауға болады дегенге келсек, бананның жапырағын, қабығын, яғни бананның қабығынан 100 грамм алып, суға қайнатып, шай орнында тақыл-тақыл тұтынған жағдайда жоғарыдағы ауру белгілерін жеңілдетуге болады. Сосын көк балдыр шайы. Көк балдырдан 500 грамм алып суға қайнатып, үстіне бал лайықты мөлшерде бір қасықтай 2 қасық немесе бал қосып, соны араластырып шай орнында ішуге болады. Немесе көк балдырдан 250 грамм алып, үстіне 10 тал қызыл шылан қосып, оны да қайнатып шай орнында тұтынуға болады. Бұл да жоғарыдағы бауырдың ыстығы асып жоғары көтеріліп, содан болған қан қысымының жоғарылауы нәтижесінде бас ауыру, бас айналу, ұйқысыздық осы белгілерді осы тағамдық ем арқылы жақсы емдеуге болады. Көктемде қозатын тағы бір аурудың түрі асқазан мен 12 елі бармақ ішектің жаралары. Енді бұл азықтануға келетін болсақ, әсіресе кариатин, пурин негіздері мол болған қой сорпасы, тауық сорпасы, балық сорпасы, сиыр сорпалар сияқты, сонымен қатар әртүрлі бұршақ тектес өсімдіктерді, жемектіктерді тұтынуды азайту керек. Малдардың ішкі ағзалары, бауыр, бүйрек, жүрек сияқты әрі түрлі тітіркендіргіш, дәмдендіргіштерді тұтынуды азайту керек. Өйткені жоғарыда аталған тағамдар да едәуір жоғары дәрежедегі тітіркендіргіш ролы болып, асқазан қышқылының бөліп шығуын көбейтіп жібереді. Нәтижесінде ішті кептіру пайда қылады. Сонымен асқазан мен ішектің қызметін арттырып жібереді. Енді осыған байланысты тағамдық емдерді айтатын болсақ, буланған балды тұтынуға болады. Мысалға, балды судан бөліп отырып, судың жаңағы ыдысқа су құйғаннан кейін үстіне бір қатар бөлетін зат қойып, соның үстіне балды қойып, соны судың буымен булайсыз. Сол дайын болады. Дайын болғаннан кейін тамақтан бұрын шамамен жарты сағат бұрын 100 мл-ден 3 рет ішесіз солай. Тағы бір түрі әртүрлі көкөністердің шырыны. Мысалға 40 қабат өзіміз білетін капуста, балғын капустаны алып, жуып тазалағаннан кейін оны езіп, шырынын шығарып, дезинфекцияланған мата немесе дәкелерге қысып, соған нәрін сіңдіргеннен кейін соны қыздырасыз. Қыздырғаннан кейін
сонун нәрін тұтынсаңыз болады. Бір күніне 2 рет 15 күн бір курс ем болады. Сосын үшіншісі сүт, сиыр сүті мен бал шырынын араластырып тұтыну. Сиыр сүтінен 250 мл аласыз дағы, қайнатқаннан кейін үстіне 50 грамм бал қосасыз. Одан ақтал тамыры деген шөп бар, 6 грамм қосасыз, үшеуін араластырып тұтынуға болады. Көктемде тағы бір қозатын аурулардың түрі қария кісілердегі созылмалы кеңірдекше мен кеңірдектің қабынуы, яғни хронический бронхит орысша айтқанда. Бұл ауру да сол көктемде қозатын ауру. Бұны да тағамдық ем арқылы емдеуге болады. Көбінесе қақырықты жібітетін, ас қорытуды күшейтетін, бүйректі қуаттайтын, өкпені нәрлендіретін тағамдар тұтынуға болады. Мысалы пипа ағашы, мандарин, апельсин немесе. Одан кейін алмұрт, лензі, ләләгүлі, чылан, жаңғақ, бал сияқты. Ол ауру белгілерін жеңілдетуге көмектеседі, жоғарыда аталған жемістер. Сосын тағамдануда сұйық тағамдар тұтыну керек. Жаңағыдай өте етті, майлы тағамдар тұтынудан сақтану керек. Өйткені балық ыстық тудырады, ет қақырықты көбейтеді деген нақыл сөз бар шот медицинасында. Бұның өзіндегі ғылыми дәлелі бар. Дәлелмен айтылған сөздер. Сосын әртүрлі тітіркендіргіштік сипатқа ие, мысалға көк бұрыш, қызыл бұрыш, қара бұрыш, одан кейін пияз, сарымсақ, сосын қатты тәтті немесе қатты тұзды тағамдарды аз жеу керек. Бұлар да тітіркендіруді көбейтіп, тыныс жолындағы ауру белгісін көбейтеді. Жалпысы осы тағамдық емдер жоғарыда аталған осы көктем мезгіліндегі созылмалы аурулардың үй жағдайында емдеу арқылы жақсы көмек көрсете алады. Видеоға лайк басыңыздар. Сіздердің лайк басқандарыңыз біздерді қолдағандарыңыз, әрі видеоны көпшілікпен бөлісіңіздер, білімді бөлісіңіздер көбейеді. Сонымен қатар арнамызға тіркеліңіздер. Қазақ тіліндегі медициналық арнамызды қолдап қуаттаңыздар ағайын.